Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бірінші бөлім бойынша қорытынды тапсырмалармен жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс. Жұбыңмен ақылдасып, ақпараттың түрлерін анықтаңдар. Суретте ақпараттың түрлері берілген, қасына ақпараттың түрлерін жазып шығамыз. Топтық жұмыс. Морзе алфавиті бойынша төмендегі сөздерді кодтаңдар. Ана, бала, мектеп, отан, ата. Осы сөздерге қатыстырып, нақыл сөздер жазыңдар. Шығармашылық тапсырма. Мәтіндік редакторда шифрлау әдістері туралы қосымша ақпараттар тауып жаз. Мәтінді бумаға сақта. Зерттеп көр. Төмендегі мәтін компьютерден дыбыстық ақпарат түрінде берілді. Дәптерге осы мәтіннен есте сақтаған ақпаратыңды жаз. Есте сақтау арқылы қанша ақпарат жаздың? Сыныпта отырған оқушылардың жазған ақпараттарымен салыстыр. Кімнің қанша процент ақпаратты есте сақтай алатынына зерттеу жүргіз. Мәтін. Абак дегеніміз не? Ең алғашқы пайда болған есептеу құралы есепшот болып табылады. Кейбір деректерге сүйенсек, есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында. Ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Греция болуы да мүмкін. Бұл санау құралын гректер мен батыс еуропалықтар абак деп, қытайлар суанпан, жапондар серопиан деп атаған. Бұл құралмен оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарын жылжыту арқылы есептеулер жүргізілген. Тастар піл сүйегінен, түрлі түсті шынылардан, қоладан жасалды. Осындай есепшоттар қайта өркендеу дәуіріне дейін пайдаланылып келді. Оның жетілдірілген түрі осы күнге дейін қолданылып келеді. Назар аударамыз. Кімнің қанша процент ақпаратты есте сақтай алатынын есептеу үшін жоғарыда берілген мәтіндегі сөздерді санап шық. Енді өзің жазған мәтіннің сөздерімен сәйкес келетін сөздерді сана. Осы шыққан санды берілген мәтіннің сөздер санына бөліп, оны 100-ге көбейт. Осымен балалар, ауа райы арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.